Жақсы, біздің алдыңғы видео жазғанымыз бұл лексикаға қатысты болатын. Лексикалық түсініктерге қатысты болатын. Алдыңғы видео жазбайы. Енді одан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Осы лексикалық талдау кезінде біз тағы да не нәрселерді айтпай кеттік. Мен тек жаздым эмоционалды экспрессивті сөздерге, сосын метафораларға да назар аударыңыздар деген едім. Енді қарайық, эмоционалды экспрессивті сөздер деген не? Эмоционалды сөздердің негізгі мақсаты еліктіру, толқыту. Ал экспрессивті сөздердің негізгі мақсаты бұл сөзге көркемдік мән беріп, мәнерін арттыру. Енді эмоционалды сөздер қандай уақытта шығады? Бұл қоршаған ортаға деген адамның әртүрлі көңіл күйін, сезімін, әсерін білдіреді. Ол кейде ұнату, ұялту, үрейлену, қуану, масаттану мен жек көру, қорқыныш пен батылдық сезімін, сосын сенімсіздігін, қайғысын, уайымын, зарығуын, осындай бір сезімдерді білдірген уақытта сонда қолданылатын сөздер бұл эмоционалды сөздер. Ал экспрессивті сөздер дегеніміз сезім, көңіл күй әсерлері тілдік мәнерлі құралдардың көмегімен беріледі. Яғни тілдік құрал дегеніміз бұл бізде сіздер білетін, мысалға сын есімнің шырай түрлері, сосын күшейткіш үстеудің қолданылуы, содан эпитеттердің қолданылуы арқылы, яғни сөздің көркемдігін арттыру үшін қолданылған осындай құралдар. Мысалға сын есімнің салыстырмалы шырайын алатын болса, одан да үлкенірек, мысалы зор дегенді айтқанымыз, одан да үлкенірек үстеу болатын болса, ол зор, соншалықты әдемі, әсерлі деп осындай қолданатын болсақ, ол экспрессивтілігінің арттырылып тұрғандығының белгісі. Тағы да күшейтпелі шырай, мұншама терең әңгіме деп айтатын болсақ, бұл сөздің экспрессивтілігі артып тұр деген сөз. Енді тағы бір ескере кететін нәрсе бұл бізде метафора. Метафора дегеніміз не? Тілдік талдау барысында метафораға да назар аудару керек. Бұл метафора сөздің берілген түбір тұлғасынан басқа жаңа мағына тудырады. Содан кейін бейнелі образ жасауға қатысады. Бейнелеуші, мәнерлеуші тәсіл ретінде қолданылады, сөзге эмоционалды, экспрессивті баға береді дейді. Бағана эмоционалды, экспрессивті сөзбен метафораның айырмашылығына келетін болса, метафора көбінесе әдебиетке жақындайды, онда бейнелі образ жасалып, жаңа мағына тудырады. Содан кейін метафора бір сөздің орнына екінші сөзбен орнын ауыстырып айту. Мысалға, мұрынның ұшындағында білмейсің деп айтса болады. Мұрынның ұшындағын, яғни көз алдыңдағын. Бұл екінші мағынасымен беріп тұр, астарлы мағынасымен беріп тұр. Былайша айтса, ауыспалы мағына деген сөз. Енді біз кеше сіздерге айтқанбыз лексиканы өткен уақытта сөздің тура және ауыспалы мағынасы деп. Егер көркем әдеби тілмен ауыспалы мағынада сөйлейтін болсаңыз, ол сіздің метафораны қолдана алдыңыз деген сөз. Бірақ енді нақты айтатын болса, метафора деген түсініктің өзі бір нәрсеге ұқсату, яғни бір нәрсеге салыстыруға құралады екен. Бір жағынан түсінікті болып тұрса, екінші жағынан жұмбақтап айтып тұрады. Тағы не айтуға болады? Мысалға, ол метафора дегеніміз бізде әдебиетте троптың бір түрі, троптың бір түрі. Қажым Жұмалиев метафораны сөйлеу өнерінің саласына жататын негізгі тілдік категория. Яғни сөзді астарлап қолдану деген екен. Зейнолла Қабдолов айтады, оны белгілі бір құбылысқа балап айту, яғни теңестіріп айту дейді. Сонда біздің
халықтық сипат алған метафора, екіншісі белгілі бір шешеннің сөз саптауына байланысты пайда болған метафора. Халықтың ішіндегі қолдануға байланысты метафора, одан кейін шешендердің сөзіндегі метафора деп осылай екіге бөлуге болады екен. Ал мысал келтірейік, бейнелейтін, мысалға бейнелі жазба, метафоралы. Күннің алтын құйрығы, мамырдың май тоңғысыз мамық түні. Күннің алтын құйрығы деп қандай мағынаны ауыстырып айтып тұр. Күннің алтын құйрығы әлде батпаған күннің қызыл шұғыласын айтады, ал мамырдың май тоңғысыз мамық түні ауыспалы мағынасы жүп жұмсақ, жүп жылы түн, кеш деп айтсақ болады. Тағы да бір ерекшелігі тыныштық сызықшамен келіп тұр. Шексіз ойдың ошағы. Тыныштық деп айтпай-ақ, мысалы, шексіз ойдың ошағына түсіп кеттім. Шексіз ойдың ошағына түсіп кеттім деп айтса да болады. Жастық, көктемгі өткінші жауын екен дейді. Көктемгі өткінші жауындай жастықтың деп қолданса да болады. Қарттық қуарған күзгі ағаш дейді. Бұл да метафоралық қолданысқа жатады екен. Тағы да ескеретін осындай жаңағыдай эмоционалды экспрессивті сөздер, содан кейін метафораның қолданысы деп лексикада да біз талдау жасап кетуіміз керек. Тағы да айта кететін нәрсе, бұл сөз тұлғасының жасалуында біріккен сөздер қос сөздердің және қысқарған сөздерге назар аудару керек екен. Біріккен сөздер аң құс атаулары, жол, барыс, көк, торғай, көл, бақа, ақ, қу, көке, марал. Географиялық атаулар Талдықорған, Ыстықкөл, кісінің аттары Ақбөпе, Нұрбек, Ақгүл. Анатомиялық атаулар бел омыртқа, көкбауыр, ашшек. Ән күй атаулары Саржайлау, Балғадиша, бұлар біріккен сөздер екен, екі түбір бірігіп тұрғандықтан бұларды біріккен сөз деп айтуға болады. Сондай-ақ есімдіктің түрлері, белгісіздік болмыстық түрлері, ешбір, кейбір, әлдекім дегендерді осыларда біріккен сөздер бар деп қолдансаңыздар болады. Біріккен сөздерді бұлай жеке қарайтын болсақ, ол күрделі сөздердің қатарына жатады. Күрделі сөздердің қатарына сондай-ақ қос сөздер, қысқарған сөздер, тіркескен сөздерді жатқызуға болады. Тілдік талдау жасаған уақытта, мына жерде қысқарған сөздер келісетін болса, онда күрделі сөздердің қолданылуы деп әрі қарай не үшін қысқартылды, бұл не ұзақ ұлттар ұйымы деп, бұл белгілі бір нақты атау, белгілі бір ұйымның атауы болғандықтан, бұл ОО деп осылай қысқартып алынады деп біз ерекше белгілеп өтеміз. Келесі айтатын нәрсеміз, бұл біздің морфология. Морфология саласында назар аударатын нәрсе, мына сіздер көріп тұрған 9 сөз табы құрамына қарай дара және күрделі деп бөлінеді. Құрамына, яғни түбір, сосын қосымша, жұрнақ жалғауға байланысты. Біріншісі зат есім, сын есім, сан есім. Бұлардың соңында есім деп тұрғандықтан, бұлар есімдер тобына жатады. Ал есімдік келесі айтатын нәрсе, бұл зат есімнің жалғаулары ерекше белгілер. Жіктік жалғау, көптік жалғау, септік жалғау, тәуелдік жалғау. Жалғаудың 4 түрі бар. Бұл зат есімге қатыстылар. Жалғаулар зат есімге қатысты. Сын есімге қатысты. Сын есімнің шырайлары, сын есімнің сын есімнің шырайлары, салыстырмалы шырайы, күшейтпелі шырай, асырмалы шырай деген түрлері болады. Одан кейін сан есімнің 6 түрі бар. Есімдіктің 6 түрі бар. Үстеудің 7 түрі бар. Етістіктің категориялары бар. Есімше, көсемше категориясы, тұйық етістік,
Содан кейін сабақты етістік, салт етістік деген түрлері бар. Ары қарай үстеудің 7 түрі бар дедік. Еліктеу сөз бейнелеуіш пен дыбыстық еліктеуішке бөлінеді. Шылаудың 3 түрі бар. Емеулік, септеулік, жалғаулық деген. Одағай, көңіл-күй одағайы, жекіру одағайы, шақыру одағайы деп осылай бөлінеді. Енді зат есім деп айтып жатырмыз. Назар аударатын нәрсе мәтін талдаған уақытта. Зат есімнің жіктік жалғаулары. Жіктік жалғау адамға қатысты есім сөздерге жалғанады. Адамға қатысты. Мысалы, мен ұстазбын. Ол ұшқышымен келемін, сен келесің, ол келеді. Егер мына жерде ақпен беріліп тұр, етістіктерге жалғанып, іс-қимылдың қай шақта өткенін білдіреді. Қай шақта тұр, мысалы, мен келемін, мен болашақта келемін, келешек, келетін шақ. Сосын жекеше түрінде жалғаулары көрсетіліп тұр, одан кейін көпше түрде жалғаулары көрсетіліп тұр. Сонымен жіктік жалғаудың оқиғаның қай шақта өткендігіне назар аударатындығын сіздер өздеріңіз мәтін талдағанда айтып өтсеңіздер болады. Бұл жерде оқиға бірінші жақта, екінші жақта беріліп тұр, және қай шақта өткендігін осы жерде көрсетеді деп айтсаңыздар болады. Шақтың түрлері: нақос шақ, жедел өткен шақ, сосын келер шақ. Осы үшеуіне ғана тоқталсаңыздар болады. Ары қарай зат есімге қатысты жалпы есім мен жалпы есім бар. Жалпы есім деген бұлар кіші әріппен жазылады, ал жалпы есім деген сіздер білесіздер бас әріппен жазылады. Бас әріппен жазылатын бұлар жер су атаулары, адам аттары, сосын белгілі бір мәдени орындардың аттарында жалпы есімге жатқызуға болады. Конгресс холл деп бұрын бас әріппен жазатынбыз, соны ескерсеңіздер бас әріппен келгенде. Сын есімнің шырайларын, сын есімнің категорияларын өздеріңіз өтіп аласыздар. Қарайсыздар қосымша деректерден сын есімнің қандай шырайлары бар екен. Егер екі заттың түсін салыстыратын болса, мына қауын ана қауынға қарағанда сарырақ, салыстыру мәнде берілген. Мынау сия мына сияға қарағанда қоюлау, сарырақ, қоюлау деп жаңа түстеріне байланысты белгілі айтатын болсақ, онда осы салыстырмалы шырайдың рөліне жүгінеміз. Сосын ақсырмалы шырай деп айтады, күшейткіш шырай деп. Оны күшейткіш үстеумен шатастырып алмаңыздар. Үстеу деген бұл етістікке қатысты болады. Еліктеу сөздер дыбыстық еліктеуіш. Тарс етті, тоқылдады, сосын бейнелеуіш. Қараң етті, жалт етті, жалп етті деген сияқты. Бұлар бейнеге байланысты, яғни суретке байланысты болуы мүмкін бейнелеуіш. Ал дыбыстық еліктеуіш шығарған дыбысқа болса, тоқылдады деген сияқты. Шылауды жаңа айтып кеттім. Шылаудың негізгі белгілері жалғаулық шылау. Бұл салалас құрмаласқа байланысты. Салалас құрмаласқа байланысты ыңғайлас, қарсылықты, кезектес, талғаулы себеп салдар салаластың түрлерінде. Одан кейін 4 септікте атау, барыс, шығыс, көмектес септіктерінен кейін келген жеке тұрғанда мағынасы жоқ сөздер. Мысалы, отан үшін, отанға қарай, отанмен бірге, отаннан бері деген сияқты. Сонда отанның жанындағы сөздер жеке тұрғанда мағыналары жоқ. Сондықтан оларға біз септеулік шылау деп ат беріп отырмыз. Одан кейінгі демеулік шылау. Демеулік шылау дефис арқылы келеді. Мысалға, барған тұғын, келді мыс. Осы сен ақ қоймайды екесің. Содан кейін сен ғана, одан екі әріппен. Да де, сен де, тақтаға шығыңдар дейтін болсақ, сонда
әрбір сөзге демеушілік мағына беріп тұр. Екі әріп. Ыңғайлас жалғаулықтан ажырататынымыз сол, ыңғайлас мәнді жалғаулықшылаулар, олар екі сөйлемді байланыстырып тұрса, ал мына демеулікшылаумыз сөзге әшейін демеу мағынасын үстейді. Одан кейін сұрау мәнді демеуліктер. Бардың ба. Яғни демеулікке ұқсат ассоциация екі әріптен тұрады, одан кейін дефис арқылы келеді дегенді осыдан естен шығармаңыздар. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы.